Сәлеметсіздер ме? Келесі қарастыратын есебіміз бұл айналу денесінің көлемін табуға байланысты есеп екен. Яғни бұл жерде назар аударсаңыздар, бізге қандай қисық берілген дейді. Нің x дәрежесі берілген функциямыз екен. Енді осы y тең 0-мен шектелген және x тең 1 және x тең 2 аралығында шектелген. Міне мына бір боялған бөлікті көріп тұрсыздар ғой. Енді осыны біз қазір ox өсімен айналдыруымыз керек екен. Сонда бүйтіп ox өсімен айналдырған кезде бізде міне бұлар осындай бір формасындағы бір дене шығады. Міне айналу денесі былай, міне мынау былай, мына жер бізде көрінеді. Міне осы айналу денесінің бізде көлемін сұрап отыр екен. Ал енді көлемін тапқан кезде бізде v-ның формасы неге тең еді? Интеграл a-дан b-ға дейін ax dx. Бұл жердегі ax деп отырғанымыз бұл аудан бойынша интеграл айтымыз. Ал енді осыдан көріп отырғандарыңыздай, сонда бұны қазір біз қалай есептейміз? Бізде міне мынаның ұзындығын ауданын табатын болсақ, бұл бізде қимасы шеңберлер болады ғой. Сонда шеңбердің ауданы бойынша есептейтін болсақ, онда бұл міне πr квадрат болады ауданы. Сонда бізде жалпы бұл функциямыз нің x дәрежесі болғандықтан, сонда интеграл 1-ден 2-ге дейін нің x дәрежесінің квадраты dx болады екен. Сонда бізде ax деп отырғанымыз pfx квадратқа тең болып тұр ғой сонда. Сонымен міне мына берілген интегралды есептейік енді. Сонда p интеграл 1-ден 2-ге дейін нің 2x дәрежесі dx дейміз. Ал енді бұны есептейтін болсақ, сонда бұл p бөлінген 2 көбейтілген нің 2x дәрежесі, бұдан 2 1-ден, яғни 1-ден 2-ге дейін шекараларын қоямыз, шектерін. Сонда бұл p бөлінген 2 көбейтілген нің 2 көбейту 2 дәрежесі азайтылған нің 2 көбейту 1 дәрежесі деген шығады екен. Ал енді осыны есептейтін болсақ, сонда бұл p бөлінген 2 көбейтілген нің 4 дәрежесі азайту нің квадраты деген шығады екен. Сонда бұның жауабы b нұсқасы болады екен.